әріп дегеніміз не екен? Кім айтады? Көреміз, жазамыз. Дыбыс дегеніміз не? Дыбысты не істейміз біз? Естиміз, айтамыз. Естейміз, айтамыз. Дыбыстардың қанша түрі болады? Сіз, дауысты. Дауысы және дауысы. Қараңдаршы балалар, мен бүгін сендерге қызық нәрсе алып келдім. Балалар, мен қолымда не ол? Құмыра. Құмыра не істейді? Құмыранды сүт қоямыз. Оны шай қоямыз. Қымыз қойып Қымыз гүл қоясыз. гүл салып қоюға болады екен, иә? Құмыра деген сөзді буынға бөліп көрейікші. Қанша буын сөз екен? Менде бірінші қандай әріп естіп тұрмыз? Ол қандай дыбысқа жатады? Оны қандай түспен белгілейміз? Өткен әріптеріміз ішінде тағы болды. Қазір бір әріптерді алып, соған мысал келтіреміз. Ойнаймыз ба? Кеттік. 4 топтан бір оқушы шығады. Келе ғой Жанерге. Назия келе ғой. Келе ғой Айша. Келе ғой Алия. Арып, дауысты, шы әріпі. Шаңды, шырша, шаш. Мағлұматтар білесің. Д әріпі дауыссыз дыбысқа жатады. Топ, дала, сы. Ол дауыссыз. Сағат, к дыбысы шықты. Дауыссыз дыбысқа жатады ол. Көбелек, қарыш, қарыш керуен. Ол дыбысы дауысты. Тамаша. Оны қандай түспен белгілейміз? Қызыл. Тамаша. Дыбысынан келетін сөздер бұл? Ыдыс. Зымыра, зеба. Балалар, енді біз дәптермен жұмыс жасаймыз. Барлықтарыңа мынандай таратпа қағаздар беремін, қараймыз. Әр қағазда әр түрлі суреттер берілген. Бізде қандай тапсырма? Тыңдап аламыз. Мысалы, бір үлгі көрсетейін. Мысалы, дәптердің суреті тұр. Дәптер қанша әріптен тұрады, қанша дыбыстан тұрады, және қанша буыннан тұрады. Мына төркөзге не қыламыз? Жазып шығамыз. Суреттерді әкеліп қоямыз. Кім дұрыс тапса, не қылады? Сендерге бал береді. Ойнаймыз ба? Кеттік онда.